Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. Xabaringizga jo'qtaringizga. Sizlarga o'zgarishlar tushib ketgan edim. Ana yo'llar aytib yurgan bo'ladim. Mana yerga oslayimni azirga qaqib qo'ydim. Hozir najaqdan qaqatmam. Ya mana yerda setkani olgan yo'qman. Setkani ustidan urib tashladim. Sebebi оны мысалы сетканы шешіп жатқанда ухилеуларды басқа қораға тығу керек. Оған қазір менде ухилеуларды басқа қораға ұстай тұрып, мына қораны жасап тастайтындай ондай не жоқ, орын жоқ болып тұр, короче. Сол себептен сетканы үстінен ұра салдым. По-моему, ешқандай зиян тигізіп жатқан жоқ сеткаға. Ең бастысы енді қазір мына жерді нетіп тастайтын боламын. Сосын осы жерді осы немен ағашпен істеп тастайтын боламын. Сонымен болды. Сосын енді достар, мен дейтін мына жерде көріп тұрсыздар, қара атешімді. Бұл қара атешіммен де мына жерде брудерда тұрған болатын. Бұл дейтін брудердің ішін бәрін бытшы шартып, міне брудердің қазір іші осындай отыр. Фольгасын бәрін жұлып нетіп тастады, бірақ та жемі толып тұрған болатын. Оның өзіне де міне фольганың бәрін жұлып бытшы шартып. Бұл негізі брудер балапандарға арналған. Қазір енді осының ішін тазартып, осындайдан новыйдан утеплительный фольга алып келіп қойып қоятын боламын. Себебі осы жақында қыстың ортасында көктем аяқ басталғанда инкубатордан балапан шығаратын боламын. Сол кезде осы брудер керек болады. Утеплительный фольга қатты қымбат тұрмайды. Сол себептен мен әрекет жасаған жоқпын, новыйдан салсам деп ойладым. Так, мына жерде көріп тұрсыздар, екі ақтауықпен бір атешті қосып қойдым. Не себептен қосып қойдым деген қазір сұрақтар келетін болса, себебі мына қара атеш осы екі ақтауықты ғана таптайды. Ана жақта жүрген басқа тауықтарды бұл атеш таптамайды, өзінің балапан сақты көреді. Содан достар, қорықпай қойыңыздар, мына китайскиларды, мына адлерді бұл қара атеш таптамайды. Себебі бұны өзінің енді баласы сақты көреді. Енді өзі әке сақты сезіне бірдеме. Мұны бағанда мен қарадым, осы ақтауықпен ақтауықты ғана, екі ақтауықты ғана таптайды, мыналарға вообще тиіспейді. Мына жерде кучин жүр. Енді ана қорада. Енді бұл атешті қосып қойған себебім жаңа айтып кеткендей, осы міне осының ішінде жүрген тауықтардың біреусінде таптамайды бұл атеш. Осы екі ақтауықты ғана таптайды. Сонымен болды. Маған осының ішіндегі бүкіл тауықтар таптағаны керек. Себебі бұл атеш таптап өзінің жұмысын тауықтарға атқара бастаса, тауықтар жұмыртқа келе бастайтын болады. Кішкене рефлекс, половой зрелость дейді ғой. Сол пайда болып, тауықтар жұмыртқа келе бастайды. Мына қара атеш осы екі ақтауықты ғана таптайды, мыналар таптамайды. Сол себептен ол қара атешті бөліп қойдым да. Мұнда өзімнің 4 атешім бар. Мына бір брама, сосын кейін мына сұр атеш, сосын кейін ана атеш, сосын мына бір қара атеш. Бұлардың бәрі атеш достар. Мына қара атеш те атеш, ана біреусі де атеш. Бұлардың просто орайлар шықпаған. Мына браманың орайы шыққан, мына сұрдың да орайы шыққан. Бұларға бүгін таңертең дрожжимен су берген болатын. Қазір жай су қойып қойдым, жол су. Қазір арнайы видео шығатын болады, дрожжимен су не қылып берем. Көбісі сұрақ туындап жатыр екен. Мен негізі видео шығарған болатын, бірақ та мен көрермендерім қазір менде 60-70 адам күнделікті қарап жүргендіктен, кейбір адамдар видеоларымды байқамай өткізіп кетеді, немесе қарамай кетеді. Сол себептен оның алдында түсірген видеомды көрмепті. Сол себептен қазір осыдан кейін видео сіздерге салатын боламын. Дрожжи не үшін беру керек екенін, и мен не үшін беретінімді. Осы енді өзгерістер. Енді мына бағана мына бір сұр атеш, мына бір тауық таптаған болатын. Енді осылар кішкене өздерін атеш сезініп, кішкене былай айғайлап тауық шақырғанға дейін ана қара атешті қоспай тұрам.
Енді әзірге осы. Өздеріңіздің қалдарыңыз қалай? Комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Менде бәрі ақырындап жақсы.